Бүгін еліміз бойынша ең ірі офлайн хакатон Децентратон 4.0 басталды. Іс-шара бір мезгілде 20 қалада өтуде және 2,5 мыңнан астам қатысушыны біріктірді. 3 күнге созылатын жарыста Тараз қаласы бойынша 140-тан астам жас ғалымдар жиналды. Толығырақ келесі сюжетте. Басты ұйымдастырушылар Астана Хаб пен Blockchain and AI Technology Center, ал Қазақстан Республикасының цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі қолдау көрсетті. Жарыстың жүлде қоры 25 миллион теңгені құраса, ең үздік жобалар қазан айында өтетін Қазақстанның басты технологиялық алаңында халықаралық Digital Bridge 2025 форумының көрмесінде ел алдына ұсынылады. Бүгінгі бірінші күніміздің трегі ол блокчейн трек, Solana Day деген бөлек аты қойылды оған. Жалпы хакатонымыздың 3 күндік хакатонның жалпы жүлде қоры 25 миллион теңге құрайды. Және ол жүлде қордан бөлек бағалы сыйлықтар бар. MacBook, iPhone секілді бағалы сыйлықтар бар. Одан бөлек негізі жалпы айта кететін жайт, бүгінгі Solana Day-ге тіркелген адамдар саны бойынша бізде Тараз қаласында 140-тан астам қатысушы келіп жатыр. Олар осы Тараздың екі үлкен вуздарынан, Таргу және Тюб университетінен және де жергілікті колледж студенттері. Шынымен де Қазақстан бойынша Алматы, Астанадан асып түспесек, кем түспедік точно. Себебі басқа қалалардың біздер статистикасын көрдік. Тараз бізде топ 3 қалаға кіріп жатыр. Хакатонның алғашқы күні Web 3.0 және блокчейн технологияларға арналады. Қатысушылар қазірдің өзінде толықтай дайын және әрқайсысы жеңіске дәмелі. Солардың бірі Серқол Нұрсұлтан өзінің B2B Go жобасын қазылар алқасына ұсынды. Бұл жақта біздің жасаватқан проектіміз B2B проект. Бизнестерге оптимальный решениелерге жасауға көмектесу, налогтарды қалай төлеу керек, оптимизация жағын түсіндіреміз және инвестицияны қалай жасауға өзіміздің рекомендацияларымызды ұсынатын боламыз. Бәрі AI арқылы. Жарысқа Тараз қаласынан 140-тан астам жоғарғы оқу орны мен колледж студенттері қатысуда. Бүгін блокчейн қолдану арқылы тапсырмалар орындаса, алдағы 2 күнде хакатон жасанды интеллект бағытымен жалғасады. Қатысушылар тек жарысып қана қоймай, менторлар мен жобалардың кем-кетігін анықтап саралайды. Тіпті жобаға инвестор тауып кетуі де ғажап емес, дейді ұйымдастырушылар. Нұрдәулет Мұсай, Мейрамбек Сағынов, Нұрбол Қыстаубек, 24 News.